қандастық алу 1 ай уақыт кетеді. Азаматтық алуға 3 ай уақыт кетеді. Сау сәлемет тұрдыңыздар ма? Ардақты біздің оқырмандар, көрермендер, біздің жолашар түсірілім тобы әзір Шығыс Қазақстан облысының орталығы Өскемен қаласында. Өскемен қаласында келіп, осында ұзақ жыл қоғам белсендісі болған, осы мына қандастардың құжатын реттеуге, рәсімдеуге бір кісілік атсалысып жүрген, осының ортасында нақтылы әмелиятын көріп жүрген қаншама қандастардың осы құжатын рәсімдеуге, тіпті қай жерге қалай орналасу керек, нені қалай бітіру керек, осыған жанашыр болып жүрген ағамыз, Қадырахман ағамызбенен бүгін осы енді сіздердің көңілдеріңізде бір сұрақтың бірі болып жүрген осы құжат рәсімдеу, қалай азаматтыққа беру, қалай виза аштыру, көшіп келген кезде нелерді ала келу, нені бітіре келу дейтін нәрселерге бүгін осы сұраққа жауап табатын боламыз. Бұйырса, біздің видеоны соңына шейін көріңіздер. Бір мәнді де мағыналы бір жақсы танымдық дүние болады деп ойлаймыз. Жақсы Қабдырахман аға, өзіңізбенен енді осындай бір сәт түсіп жатқанға қатты қуанып жатырмыз. Өйткені әрқандай жұмысты назариядан көрі әмелиятын білетін адамменен және бізді өйткені әнеуінен бері өзіңізді көріп отырсыз. Әр жерде әмелиятын араласып отырған адамдармен сұхбат жасап отырмыз. Сол үшін де сізге де әмелиятын істеп отырған осы келген қандастардың құжатын реттеп, соған жол бастаушы, бағыт сілтеуші болып отырған өзіңізбенен тікелей сұхбатта болып, осы біздің оқырман көрермендерге осы танымдық дүние айтса екен дейміз. Осы құжат жағынан, осы бір кем болып тұрған тақырып еді. Енді осы визадан бастасақ бірінші. енді жаңегі ар жақтан жаңағы визасыз 30 күндік режиммен келгеннен кейін осында виза аштырады осында. Осы Шығыс Қазақстанда визаны қалай ашып жатыр? Yani кейбір жерде өңірлік бір ұқсамастықтар бар екен. Оның кейін қандай құжаттарды қалай дайындайды? Осыдан бастап бір түсіндіріңізші. Бұл енді Сібір визасы бізде Шығыс Қазақстанда 6 айға беріп жатыр. Басы енді 1 жылдан басталған, қазіргі кезде 6 айға түсті. Неге десеңіз, бізде енді қандастық алу 1 ай уақыт кетеді. Азаматтық алуға 3 ай уақыт кетеді. Ар жағындағы 2 ай мүмкіншілік қосып 6 ай беріп жатыр. Не, сол уақыт жетеді деп ойлайтын болды ғой? Сол 6 ай уақыт жетеді деп жатыр. Ал енді оқушыларға да солай беріліп жатыр. Одан кейін жаңағы 6 ай уақыт сіз жаңағы документтарды алып үлгермей жатсаңыз егерде, онда ықтияр хат жасатып алыңыз. Паспортыңыздың 10 жылдық уақыты бар ма, 5 жылдық уақыты бар ма, соған байланысты ықтияр хат жасатып ал деп отыр. Онымыздағы Люйка. Люйканы сол үшін жасап жатыр. Енді жаңағы немененің тақырыбын тұжырымдай кетейік. Визаға қандай материалдар керек? Өші келгеннен кейін қандай материалдар дайындайды? Және ол қанша күнде виза шығады былайша айтқанда? Бұл енді бір мемлекеттен енді жаңа құжаттану деген енді оңай емес. Нөлден басталады бәрі. Бірінші енді осы елден енді бітіретіні ен нөмір енді. Ен нөмір енді шепінжің қаума. Иә. Одан кейін жаңағы паспорттардың аудармасы, одан кейін жеке куәлігі шепінжің аудармасы. Небір дипломдары бар ма? Солардың аудармасы деген сияқты аударма құжаттары істетіледі. Одан кейін барып пропуск отыру. Тұрақты тіркеуге тұратын болды ғой. Енді о жағы кейбір азаматтар үшін қиындау болып жатады. Себебі енді бәрінің бұл елде туыс туғандар жоқ. Тіке туыстары жоқ. Тіке туыстары жоқ. Ағайынға жаңағы біз арқылы таныс тамыр арқылы енді сен отырғыза тұрсың мына кісіні құжат танымасын енді. Одан кейін барып өзінің негізгі мекеніне тұрақты тіркеуге кетеді деп. Солай істеп көмектесіп жатырмыз. Оның кейін денсаулық тексеру. Денсаулық тексеруге келсеңіз енді 7 бәлисадан өтіп шығу керек. Визаға да сол керек, Визаға керек, жаңағы ықтияр хатқа да сол керек. Ол 7 бәлисаның есі қай жерде тұрғанын шетелден келген адам қайдан біледі? Сол үшін ол кісілерді біз жаңа қолынан жетектеп жүріп, соның барынан өткізіп құжаттандырамыз. Бәрін көрсетіп өзіңіз ертіп жүресіз. Оңай емес қой, қалалы жерде оны табудың өзі. Табу да қиын енді. Ол қалада жүрген өзіміз жараң табамыз кейде. Қанша уақытта шығады виза? Қанша уақытта осы документтер дайын болады? Бұл жаңағы өзіне тиісті жаңағы ен нөмірінен басталып денсаулығына дейінгі құжаттар 1 аптада дайын болады. Дайын болғаннан кейін келесі аптасының бірінде
визаға берсе, визасы 2 күн, 3 күнде шығып тұр. Тез шығады екен құжат дайынбыз, Біздің енді ар жақта қандастар сол 2 күн, 3 күнде жақсы қылып алады да. Жаңағы жалпы өзіндік құжаттарға кететін уақыт, бір жұма уақыт кететін оны естен шығарып қояды. Неге ол 10 күн болып кетті деп, содан кейін сондай бір асығыстыққа түседі. Әзір енді сонда жарым жылға, өңірлік ерекшелік ұқсамай ма? Алматыда бір жылға Сібір визасын бір жылға берушкен жағдайда бар. Негізі басы солай, Сібір визасы бір жыл деген енді. Бірақ енді жаңағы азаматқа тапсырам, мен ниеттеніп келдім дейтін адамдарға ол жаңағы 6 ай жетіп тұрмын. Жетеді, әрине. Ал 6 ай сізге жетпеймін, арғы елге барып бітіретін тағы да артта қалған мал мүлкің бар ма, сатылмаған, не бір нәрсең бар ма, ондай жүріп тұрам десеңіз, семьяңыздағы жаңа әйел бала шағаңызды азаматтыққа тапсырыпсақ, өзіңіз ықтияр хат жасатып ба? Ықтияр хат люка ғой жаңағы айтып отырғаны. Осылай. Люка енді мынандай бір жаңсақ оған бар. Люкаға түстік қой жаңағы ықтияр хатқа. Бұрын бір кездерде қандастар осында келген соң бірінші ықтияр хат бітіру керек. Сосын бір азаматтыққа, қандастық азаматқа тапсыру керек деген бір жол қалыптасқан. Әзір осы көптеген қандастардың әлі де есінде секілді бірден келіп ықтияр хатқа тапсырып, онан барып қандастыққа, азаматқа тапсырып жүрген осындай бір кішкене шұбалаң жұмысты көбейтіп жүрген жағдай бар. Әзір ондай түзім тәртіп жоқ шығар? Жоқ, ықтияр азаматқа беретін адамға ықтияр хаттың еш қажеті жоқ. Ықтияр хат жаңа артында бір шұбалаң қалып қойған шаруасы бар. Не болмаса сатылмаған үйі бар, жері бар деген. Ел ортасында жүріп тұрып бизнес жасайтын болса, сауда жасайтындар бар. Сауда жасайтын болса, болмаса бір кәсіп ашып жүрген болса, онда болады енді. Не әлі де азаматтыққа тапсыруға ниеті жоқ. Қытай азаматы болып тұра беріп 10 жыл осы жақтан кәсіптенемін, жаңағы машина айдаймын, болмаса сауда істеймін дейтін жағдай болса, оларға болады, кәсіпкерлерге, не оқушыларға. Енді бір жолата көшіп қоныс аударып келді, мен ол жақта жұмысым жоқ дейтіндер бірден, ол керек емес қой, бірден азаматқа. Ол артық жұмыс. Соны бітіріп жүрді, әзірде бірден ықтияр хат бітіріп жүрген сондай жағдайлар бар. Енді біздің көрермендер соға бір кішкене есіне сап жатырмыз ғой, жаңа осы түрін дүниені. Осы жағынан ұқтыру керекпіз. Біз енді ана көшеде жүрген өсек жинап алады да соған сенеді. Енді мына болыс бауырым енді сен жақсы бір бастама бастадың ғой міне. Осыны халыққа дұрысынан жеткізуге енді шын кім істеп жүр? Болыс істеп жүр ме? Мен істеп жүрмін бе? Және сіз істеп жүрсіз бе? Шынайы адамдардың ғана аузынан шыққан ақпаратқа сену керек дейді. Иә. Ал көшеден бірдеңені тауып, онымен босқа уақыт өлтірмеу керек. Иә, біздің мына жолашар ақпарат түсірілім тобының да негізгі міндеті осы халыққа шынайы ақпарат жеткізу. Істеп отырған адамдардың аузынан сөйлеткізу, оны көшедегі жаңағы әңгіме өсек андай-мындай емес. Қазіргі саясатта өзгеріп тұруы мүмкін, соның ең жаңа түзім тәртібін жеткізу, сондай дүниелер оны нақтылы істеп отырған адамдармен жұмыс жасап отырмыз ғой. Сіздерге де сол жаңа сұрақ қойып отырғанымыз жағдайымыз сол. Ал енді жаңағы ықтияр хаттың негізгі мақсаты сондай болды. Ал енді азаматтыққа тапсыратын кезде жаңағы оның дайындайтын құжаттарын енді бірден азаматтыққа келейікші соның кейін. Азаматтыққа тапсыру үшін бірінші дайындайтыныңыз сол паспортыңыз, тағы да жаңағы шапанжаңыңыз. Иә. Ол енді аудармалары керек, жеке куәлік аудармасы керек. Ал енді неке куәлігіңіз некеде болсаңыз, ерлі зайыпты болса. неке куәліктің ер адам жақ бетіндегі екеу береді ғой. Екеу береді, иә. Біздің елде біреу ғана мойындалады. Соған қайырынжың жасату керек. Ол апостол. Апостол керек екен. Одан кейін 18 жасқа толмаған балаларға туу куәлігіне жасатып ар жақтан жасатып алып келу керек қой. Жасатып алып келу керек. Оның кейін жаңағы шымпынжыңға алып жатыр ма? Шымпын жеке адам куәлікке? Шымпынжыңға деген нәрсе ол ұлттық қазақ екенін дәлелдейтін ғана куәлік. Оған ана апостол жасаттырып алдырып жатыр ғой кей кезде ар жақта. Сіздерде осы Шығыс Қазақстанда ол жоқ әзір? Неке куәлікке гене бар? Неке куәлікке, туу куәлікке бар. Енді ол жаңағы шымпынжыңға деген нәрсе жоқ. Ол да аударып, натурспен аударылған заңды құжат қой. Аударды өзіміз натурспен таңбасы бар заңда. Ол да ұлттық қазақ екен дегенді ғана дәлелдеп тұрған куәлік қой. Оған енді үстіне тағы да ондай жасау артық ақша ғой. Енді ол тағы да бұл жерде өңірлікке егіз ұқсамастық бар екен. Басқа өңірлерде шымпынжыңға да жаңағы азаматтық куәлікке де апостол қайырынжың сұрап жүрген жағдай бар. Ол енді азаматқа тапсырсын, болмаса люкаға тапсырсын, осыны талап еткен жағдайлар бар. Ол енді әр өңірдің істеп отырған азаматтардың кейбір сауаттарына да байланысты мен түсінбедім. Бізде ондай болған жоқ енді.
Иә. Соны бірден сол жаңа құжаттарды реттеп болғаннан кейін аудармалар және арғай не істейсіз соның кейін? Жаңағы денсаулық тексерту жаңа тағы бар ма бұл жерде? Денсаулықтың қағазын жаңағы сол үй жағы тапсырасы ғой. Ал одан кейін жаңағы енді бір парын екі пар қылып жасату керек оны. Екінші парын жаңағы азаматтыққа тағы сұрайды. Азаматтық алатын кезде жаңағы сіз қайта жаңағы 7 бәлесін аралап жүрмеуіңіз керек. Бір рет өттіңіз бе, диагнозыңыз қағазыңызды екі пар қылып алуыңыз керек. Сол жерден алып алу керек, жаңа көбейтілген нұсқасы жарай ма, жарамай ма? Қай нұсқасы алдыңыз, қай кабинеттен алдыңыз, екеу қылып алып отыруыңыз керек қой. Түп нұсқасы керек екен де оның, көбейтілген нұсқасы емес. Нұсқа қылып екеу қылып береді ғой. Екеу қылып береді екен. Екеу қылып бер, мен екінші беремін десеңіз, жаңағы анықтаманы екеу қылып береді. Біреуін жаңа үй жағы бере саласыз да, екіншісін сақтап қойып азаматтыққа берген дайын тұрмаймын. Иә. Ал енді оның өзінде білмей екі рет барып бәйсен өтіп жүргенде бір болмайды. Міне ескеретін жағдай екен біздің міне келетін ағайындар, міне бұның өзі де бір танымдық дүние болды, ескеретін жағдай, иә. Оның кейін мына көші-қонда болып жатқан бір үлкен қате болып тұр мына арғы елден келген азаматтарда. Көбісі мына Алматы жаңағы, Талдықорған, үлкен қалаларды қақтаман кетіп жатыр. Өз жерден де жан саны көп. Қолындағы енді кейбіреуде енді құжат қаржысы мол азаматтар бар шығар енді. Олар жарайды, ол бизнесін ашатын шығар, үлкен қаладан тіршілігін істейтін шығар. Бір 100 мың юан ақша енді 6-7 миллион ақшамен келген кісілер не істей алады? Барады Алматыдан енді ұлтарақтай жер, алтындай болып тұрған жер бір шағын кірет алады. Ары қарай ештеңе істелмей қалады. Бір қалыпқа түскенше. Сондық үшін енді біздің еліміздің саясаты мынау енді шығысқа, жаңағы өзіңіз барып келген жаңағы батысқа, солтүстікке дейсіз. Солтүстікке көші-қон несін құрып отыр ғой енді. Қолдауын беріп жатыр. Қолдауын беріп жатыр. Жерге. Сол үшін біздің шығысқа міне келу керек. Кең жер осы жерден мал баға ма, егін деген ме, жер су деген бар. Соны игеру керек қой енді. Тіршілік ету керек. Иә. Енді әңгімемізді осыларға ойыстырсақ, осы жердің әңгімесі шығып қалды. Енді мына Шығыс Қазақстан өзіңіз келген 20 жыл болды дедіңіз, 20 жыл болды. Осы Шығыс Қазақстан облысын неге жағынан менше сіз барлық жерін араладыңыз, жақсы білет деп отырмыз. Шығыс Қазақстанның негізгі табиғаты бұл мынау егіншілікке бейімделген жер ме, жоқ мал шаруашылыққа бейімделген жер ме? Бұл Шығыс Қазақстанның негізгі табиғаты бұл саяхатқа өте бейімделген жер. Қай жерінен қарасаң саяхатқа сұрап тұрған жер енді. Бұл табиғат енді сол жағынан ерекше ғой. Енді мал шаруашылығы енді бүкіл шығыстың малын осы Алматыға тасып жатыр ғой міне. Малды осы жақта өсіріп жатыр міне. Келген ағайындардың бәрі малды жанды өсіріп, қазір енді шаруаларын жүргізіп жатыр. Негіз жағынан онда осы жерден мал өсіруге кіші ыңғайлы жер болды ғой. Ыңғайлы, егін еге алама мысалы, мал бағалама. Оның енді қай жерде жаңағы жеңілдіктер бар. Телефон нөмірлеріміз біздің енді хабарласса болады ғой. Біз оны нұсқап айта аламыз. Сол енді келген қандастар енді кейбіреу бірінші рет өтеді де, соны қайда барарын білмейді. Қай жер мал бағуға, қай жер егін салуға, қай жерде жұмыс кәсіптенуге болады дейтін нәрселерді біле алмайды. Соның кейін көзқарақты кісілерден сұрайды. Кейбір кісілер өзі толық білмейді. Сонда мысалы осы жаңағы Шығыс Қазақстан сіз жақсы білесіз. Кей кезде қандастарға Шығысқа қоныстанамын десеңіз, бірден сіздің номерді беремін. Өйткені осы жерге нұсқай алады. Сен ана ауылға бар, сен мына ауылға барсаң болады. Сен мал бағасың ба, сен мына ауылға бар деген секілді дұрыс бағыт сілтей аласыз. Оның кейін мына құжаттық жұмыстарына да бастамашылық жасап көмектесе алады деп бірден сіздің номерді береміз шығыс жағына жіберетін болса. Номеріңізді айта кетіңізші, осы жерде енді жаңа нөмірім, жұмыс нөмірім 875 648 8950. Иә. Осы номер арқылы егер Шығыс Қазақстанда қоныстанамын деп ниеттеніп келген кісілер болса, құжаттық жағынан болсын. Оның кейін осы қайсы аудан, қайсы ауылында қалай қоныстану керек, осы кісіден жөн сұрасаңыздар болады. Ұзақ жыл қоғам белсендісі болып, осы қандастардың жұмысына көмектесіп жүрген мықты елгезек ұлтжанды азаматымыз. Бұйырса алдағы жерде сіздер де талай жұмыс жасайсыздар, егер шығыс жаққа келіп жатқан болсаңыздар. Енді жаңағы саяхат деп жатсыз. Саяхаттан мысалы әйгілі қайсы орындар бар осы? Саяхаттан енді әйгілі орындар деп бізде Катонды бастады биылғы жылы. Катон-Қарағайда? Катон-Қарағайда аэропорт салып жатыр әне. Қаншама адамдар бар, жұмысталып жатыр. Енді міне Марқакөліміз басталғалы отыр міне. Оның міне жол жөндеу несіне бәрі қаржы бөлінді деп естіп жатырмыз. Онда енді нұр үстіне нұр деген сол. Бұл енді жаңадан құрылған аудан, енді осымен халық санын көбейтті деп отырмыз алды. Әлі бұл жерден жер ала алмай қиналатын кездеріңіз болады деп отырмын.
Иә, иә. Қымбаттап жатыр ғой енді саяхат болғаннан кейін. Бір ағайындардың сұрайтындар, қар жауа ма, қар қалың бола ма деп. Ондай емес, өзіміздің міне Алтайдың жаңағы буыршынның, қабаның, жеменейдің тұсы ғой енді. Иә, өкпе тұсы ғой. Өр Алтайдың аяғы. Сонымен бірдей енді. Ауа райы. Ауа райы. Сол енді көп суық деп ойлайды. Қызықтысы қазір мал шаруашылығы болып жатыр. Осы жердегі. Себебі мал бағасы көтеріп кетті биылғы жылы. Былтырғы мысалы 250 мыңға сатқан Алтайлық тайыншасын биыл 450-ге сатып жатыр. 450 мың теңгеге. 200 мың теңге қосылып тұр. Малдың бағы шарықтап тұр екен. Әгі мамандығы жоқ адамдар мал бақса да ол үлкен мамандық болды қазір. Иә. Керемет болған екен. Ал енді осы жерге әртүрлі көші-қонмен келіп жатыр. Бұл да өкіметтің саясатына кіріп отырған жердің бір тиімділік беріп отырған жер. Сіз де енді осының бел ортасында жүрсіз. Қандай тиімділіктер беріліп жатыр? Және сіздің қолыңызда қағаздар бар ғой, енді мындай келген жаңа қандастарға оны түсіндіресіз. Сонда қандай тиімділіктер беріп жатыр? Және өз көзіңізбен көргеніңізді айтыңызшы. Биыл қанша адамдарға берілді мөлшер? Өз көзіммен үйді алғандарды бәрін көзіммен көрдім. Мысалы үшін қалада шетінде Гүлбөкей деген аудандар бар. Сол жерге барып тұрып, сол кісілермен кезіктік. Сонда олар 6 жан екен. Мемлекет тарапынан 5,5 миллион болды дейді. Жол жүру қаражатын қосқанда. Үй ақысымен қосқанда? Үйдің ақысы 4,5 миллион қойды. Соған енді жол жүру қаражаты 275 мың теңге қосылады. Адам басына ғой, Адам басына. Соны 2 бөлмелі пәтер алыпты. Ар жағын енді қалтамнан 1,5 миллион қостым дейді да, 7 миллионға түсті дейді, 2 бөлмелі қабат үй алыпты. Ол енді қабат үй алған жігіт енді кішкене өнері бар, қалаға жақын боламын дегенде. Өнері бар жігіт екен. Көлік айдайды екен, көлік ремонттайды екен. Соның қалаға жақын орналасыпты. Қалаға да тиімділік бар ма? Сонда мына көп қалаға тиімділік жоқ. Қалаға жақын аудандарда мына кейбір орыстанған райондарда көшіп кеткен кісілер көп. Сол жерлерде сол жүргенде заводтар бар. Жұмысқа тартып жатыр мамандығы бойынша. Енді мамандық дегенге келсек, енді бізде келгенде арғы беттен келген кісілер көбінде мамандықтарын кейбіреу бойынша жұмыс жасай алмай қалады. Себебі дәрігерлер келіп қалады. Дәрігерлер келгенмен олар мына жерден дауыс тілін білмейді. Ол жағы олай кетеді. Енді шопырлар келеді, жарайды ол машина айдай алады, онысын істей алады. Үй ремонттайтындар келеді, олар істей алады мысалы. Ал енді жаңегіндей кішкене жастар ұлғайып қалған кісілер ол жақтан келгеннен кейін осы жерден оқу мүмкіндігі болмай ма? Жаңа орыс тілін оқып қалмаса сол мамандық бойынша білім алуға, білім асыруға? Білім асыру жайлы мен бір мысал келтіріп айта кетейін. Бір баласын жаңағы балабақшаға беріп қойып, 2 баласын ана бастауышқа мектепке беріп қойып, содан бары қарай университет оқып жатқан әйел азамат жатарды көрдім. Не деген мықты. Сонда арғы беттен келетін ағайындарға тағы да алтын сырға құлақтарды. Жас ерекшелігіне байланысты емес, кезінде бір 9-11 бітірген құжаттары болса, не жерден білім алам деген жігері болса, ниеті бар болса, мен болмаса бір шопыр болып шығайын, не болмаса бір төкші болып шығайын, не болмаса дәрігер болып шығайын деп өзінде ұмтылыс болса, ол балалы шағалы болсын. Жас ерекшелігіне байланысты емес, бізде о жағынан білім алу мүмкіншілік кең. Білім алуға болады, мүмкіндіктері бар. Енді университет оқып алуына, мықты болса, университет оқып алуына. Жас шектемесі жоқ дейсіз ғой? Жас шектемесі жоқ. Бізде енді қалыптасып қалған бір таным бар, әшейін жасымыз ұлғайып кетті, біз қабылдамайды. Ол енді өйткені кейбір университеттер сондай номер таласып отырып әрін тұрға шығатын дүниеге біз кіре алмаймыз деген секілді. Мен жерде мүмкіндік бар екен, барлық адам. Ең ерекшелігіне білім саласындағы жас шектеме жоқ. Кім қандай білім алғысы келеді, жаңағы қолында 11 бітірді ме, 9 бітірді ме жоқ. Университет бітірді ме, ары қарай магистратура оқысы келе ме, бәрі. Соның бәрін енді көрдің бе? Үлкен мүмкіншілік осыны білім алам дейтіндер болса, оқиын дейтіндер болса оқымаса. Иә, жалғастары қарай дейсіз ғой. Енді жаңағы немене сұрағымызға тағы бір келейік. Осы жерде анау қандастық жаңа құжаттарын тапсырған соң қанша уақытта шығып жатыр осы жерде? Қандастығымыз 1 айда шығып жатыр, бірақ оған дейін де шығып қоятын кез болады.
Одан бұрында. Ал енді тиімділікті жаңағы осы қандастық шыққаннан кейін тапсыра беруге болады ғой, тиімділікке өтініш жасай беруге бола ма? Өтініш жасай беруге болады. Азаматтық шыққан соң бере береді. Бере береді. Оған қарамайтын болды қазір енді. Олар бұрын енді азаматтық шығып берсе тиімділіктен қалып қояды деген болды ғой. О жағынан қазір енді қағып тұрған жоқ ешқандай да. Беріп жатыр ғой енді. Бастап істей береді. Ішкі көші-қон, сыртқы көші-қон дейді. Мысалы, ішкі көші-қонымыз мына оңтүстіктегі ағайындар, Шымкент жақтағы кісілер, Алматыдағылар көшіп келіп жатыр. Бірдей, екеуінде бір айырмашылық бар ма? Ішкі көші-қонда бірдей. Тиімділікте рұқсат беретін ақшаларды бірдей. Әңгіме ол сол тиімділікті пайдаланып, жаңағы жерден тіршілікті бастап кетуде. Бұл енді көшкен кісіге енді анау ақыл айтады, мынау ақыл айтады. Ақ екен, көк екен дейді. Ол ондай нәрсенің бәрін ере берсеңіз, адам өзіңіз тозасыз. Кісі өзің түстің бе, сол жерден енді орныңыздан жұмысыңызды істеп, нәтижені шығару керек қой. Енді мына көп сұрақтың бірі, мен Алматыға келіп, азаматтықты Алматыдан алып қойған жағдайым бар. Енді мен сол жаққа солтүстікке, шығысқа барсам, маған тиімділік бола ма, болмай ма деген нәрсені көп сұрайды да. Ол жаңа ішкі көші-қонмен келе беруге болатын болды ғой сон. Алматы облысынан келеді ғой. Көбірек Алматы облысының атынан. Жаңағы осы шығыс өңіріне, жаңағы батыс өңіріне, солтүстік өңіріне бара береді. Тиімділікті пайдалана алады. О жағынан мүмкіншілік бар. Соның бәрін біз енді сіздердің көкейлеріңізде жүрген сұрақтарға жауап табайық деп, енді бірден барлықтарыңызға түсіндіріп отырған мүмкіндігіміз кейде болмай қалады. Сосын осы ағамызға қою арқылы, өйткені осы жұмыстың бел ортасында жүрген, осының тәжірибесіне қайнап пысқан осы ағамыздан сұрау арқылы сіздердің барлық сұрақтарыңызға жауап тауып жатырмыз. Мүмкін болса, және де қандай сұрақтар бар, астына жаза кетсеңіздер болады. Бір-бірлеріңізге жөткеп осы видеоны тарқатып қойыңыздар. Өйткені барлығымыз бірлікте кейбір күңгірт сұрақтарға жауап табуға құлшынайық. Ең кемелді, дұрыс жұмыс жасауға ниеттенейік. Енді аға, рахмет. Енді осында келіп, енді осы жалпы осы Өскеменде тұрып, шеттен келген қандастар болсын, басқа жерден көшіп келетін ағайындар болсын, барлығына және жол сілтеп, не жерге барсаң болады, мына жерге барсаң болады, болмаса мынандай құжаттарды былай дайындауға болады деп қолынан жетектеп жүріп, мен көбін көре қойғам жоқ. Мынандай құжатты рәсімдегенде өзіңіздің машинаңызға қолынан жетектеп, анау емханаға барып, анау тіркейтін жерге барып, барлығына көрсетіп сөйтіп жүрген. Соған риза болып жатырмыз да. Міне сөйтін бізге де адамдар керек. Алғашқы келген біздің ағайындар, мен көбін айтам. Сөйтіп жаңадан келіп жатқан кезде оңай емес, бір елден бір елге келіп жатқан бір мүсәпіріміз ғой әрбірмен кейін. Бұл андағы сөзіңіз дұрыс айттыңыз. Сол маңдайынан сипау керек. Сіздің мына империяңызды пайдалана айта кетейін. Бізде әр облыстан, әр қаладан осындай бір ерікті азаматтар болсын. Қоғам белсенді шығу керек ерікті азаматтар. Ұлтқа кішкене жан ашитын, ол расында білмейді. Көшеде әріпте танымайды, мысалы үшін. Ол кішкене көмектесіп беретін сондай. Ол сені текке қоймайды. Қазақ бізен елге береді. Келсесің лайықты. Бірер күн болса салғанда тұрған ештеңе жоқ. Кейбір адамдар енді жағдайы бар болып келеді, кейбір адам жағдайы жоқ болып келеді. Енді қазақ ретінде жаның ашиды ол. Жағдай жоқ кездерде жұмысын жасадық. Әуелі сені мен енді былай спонсор қылып та жұмыс жасап бердік. Анадан тиын тебен алып, ананың жұмысын бітіре салған кездер болды ғой. Ондай да болды. Болды ғой. Ол кезігіп жатыр енді. Ол енді ол жақтан келіп жатқан қандастардың енді негізі жағдайын білеміз ғой енді. Бұрынғыдай емес. Жас балалардың қазір келіп жатқан оқушылардың өзіне қазақ бала дегенмен соған өзі аудармашы керек болды қазір. Кейде сол балаларға біз аудармашы боламыз. Өзіміздің қазақ көзіміз. Себебі ол баладар мына жердегі қазақтың сөзін түсінбейді. Ал біз болса енді кішкене аралас сөйлеп өтеміз. Сонымен өзі қазаққа қазақ аудармашы болып жүрміз дейді. Жарайды. Енді жаңағы осы әр жерден белсенді еріктілер шықса деп айтып жатқанымыз да сол да. Біздің өйткені жаңағы сөзімізді аяғын кішкене сабақтай кетейік. Оңай емес. Бірден келіп, өзім мүсәпір болып бүйтіп жүргенде, жаңағы жұмыс таба алмай жатқан кезде қалай құжаттанудың жөнін білмей жүрген, өйткені көп ауылдастар, көп жаңа егінші мал сөзіміздің ағайындар келеді, көп жағдайдан тіпті үлкен қалаға да барып көрмеген, оның сырты мына жат ел жат жердегі қалаға келіп, мына есік тесігін табу дейтін нәрсе де оңай нәрсе емес. Өзіміз де талай қиналғанбыз алғаш келген кезде. Соны маңдайынан сылап, болмаса, ой, қош келдің деп бір қандай жылы қабақ таныта салған деген жақсы.
Қаншама адамдар әлеуметтік желіде шулап жүр, келіп ап жаңа құжатын кейбір нәрсені өзі түсінбей қалып ап, енді мынау қиын екен Қазақстанда, ақ екен көк екен деген. Нағында бір өзінің жолы бар, бұлай қалыпты бітіретін жұмыс. Соның кішкене жөнін білмей қалғанға, кішкене суық қабақтан тық баратын кездер бар, жұмыс бітіретін кездегі адамдар соған бола бұл жерде қиын екен, қабылдамайды екен деген секілді біраз реніш білдіреді. Ол енді біраз адамдарға салқын тигізу мүмкін. Сол үшін осы жерде де осы экранды пайдаланып, басқа да ағайындарға кішкене жаңағы есіне сала кетейік деп жатырмыз. Әр облыс, әр аудандарда болып жатса, осы алдынан шығып алатын, құжатына көмектесетін, жол сілтейтін, бағыт айтатын, ақыл кеңес беретін осындай Ғабекең ағамыз секілді елгезек мықты сондай жанашыр азаматтар болса екен деп ойлаймыз. Біз енді барынша осы экран арқылы мүмкіндігі барынша түсіндіріп жатырмыз. Осы әр жердің, әр өңірдің өзіндік саясаттарын, өзіндік жер жағдайын, тұрмыс тіршілігін деген секілді. Басқа қандай көңілде жүрген әттеген ай осыны бір халықтар білсе екен, осы ағайындар білсе екен деп жүрген қандай сұрақтарыңыз бар? Енді біраз сұрақты айттық ау. Қалған енді телефон нөмір бәрін қалдырдық. Халық өзі сұрасын сізден. Сізден сұрасын, бізден сұрасын. Енді өзіңе де рахмет. Анау алыстан ат терлетіп, туа Алматыдан енді өскеменге кеп, осында бір ағам жүреді деп кезіккеніңе мен де өзімнің бір жауабымды бердім деп ойлаймын. Сәлемет болыңыз. Жақсы, рахмет. Өзіңізге дән ризамыз аға. Сол осы жақта қандастарға өстіп күйініп, соны сұрап, өзіңіз үнемі хабарласып тұрасыз ғой, осы жақтағы мындай жағдай болып жатыр деген секілді күйініп жатқаныңызға. Соған енді алыстан келіп сәлем беруге, осындай жақсы бір үйде алуға әрине оған татырлық. Сол үшін де рахмет. Жақсы, біздің қымбатты көрермендер, және де басында айттық, және де жалғасты қандай сұрақтар бар, бұйырса бәріне жауап іздеуге тырысамыз. Сау сәлемет болыңыздар, келесі кездескенше.